Сәлем достар, сіздермен бірге Отбасы банкінің ипотека академиясы бағдарламасының жаңа шығарылымы. Сонымен кеттік. Құрылыс компанияларының жобалары энергия тиімді болып, экологиялық стандарттарға сәйкес келуін қалай қамтамасыз етуге болатынын ойладыңыз ба? Сонымен қатар мемлекет тарапынан айыппұлдарсыз, нарықты бұзбай, құрылыс компанияларына қалай әсер етуге болады? Экологияға ұқыпты қараудың маңыздылығын түсіне отырып, Отбасы банк 2025 жылдан бастап Азия даму банкінің қолдауымен жасыл ипотека бағдарламасын қайта жаңғыртады. Бүгінгі шығарылымда біз осы бағдарламаның не екенін айтып береміз. Экологияға қамқорлық тек қалдықтарды дұрыс бөлумен шектелмейді. Құрылыс саласындағы экологиялық стандарттардың бірі энергия тиімділігі. Ғимараттардың энергия тиімділігін қамтамасыз ету арқылы олардың қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуға болады. Жасыл ипотека бағдарламасы осындай стандарттарға сәйкес келетін үйлерді сатып алуды қаржыландыруды ұсынады. Құрылыс саласындағы жасыл стандартты энергия мен су тұтынуды азайтуға, коммуналдық желілерге түсетін жүктемені төмендетуге, сонымен қатар тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Энергияны үнемдеп, артық шығынсыз өмір сүру басты мақсат. Егер ғимараттың жылу жүйесі дұрыс орнатылып, жылу мен электр энергиясын үнемдейтін болса, ол тиімді болып саналады. Жылуды тиімді пайдаланатын үй коммуналдық төлемдерден 50%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Энергияны тиімді пайдалану тек табиғатты қорғап қана қоймай, тұрғындарға да айтарлықтай үнем береді. Қазіргі уақытта электр энергиясының тарифтері салыстырмалы түрде төмен болғандықтан, көп адам энергияны үнемдеу туралы ойлай бермейді. Бірақ болашақта электр энергиясына нарықтық бағаларға өту барысында энергияны үнемдеу міндетті талапқа айналуы мүмкін. Отбасы банкінің жасыл ипотека бағдарламасы экологиялық таза энергияны үнемдейтін үйлердің құрылысын және сатып алуын қолдайтын бағдарлама. Бұл бағдарлама алғаш рет 2020 жылы жасыл ипотека бағдарламасын іске қосып, экологиялық таза материалдардан Қазақстанның және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тұрғын үйге несие беруді ұсынды. Яғни, мына көрсетілген стандарттарға. Ал енді 2025 жылы Азия даму банкінің қолдауымен осы бағдарлама іске қосылады. Бағдарлама бойынша минималды бастапқы жарна бар болғаны 20%-дан басталады. Займ сомасы 30 миллион теңгеге дейін. Пайыздық мөлшерлеме осындай болады. Займ мерзімі 6 айдан 25 жылға дейін. Бағдарлама тек табысы 950 мың теңгеден аспайтын отбасыларға арналған. Бұл оны орташа табысы бар адамдар үшін тиімді етеді. Ол дегеніміз, мысалға сіздің табысыңыз 500 мың теңге болып, жолдасыңыздың табысы 300 мың теңге болса, жалпы жанұя табысы ол 800 мың теңгені құрайды. Яғни сіз бұл бағдарламаға қатысу мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Ал егерде сіздің табысыңыз миллионнан асып кететін болса, онда өкінішке орай бағдарламадан тыс қаласыздар. Қазіргі уақытта Қазақстанда 25-тен астам құрылыс компаниясы жасыл стандартқа сәйкес жұмыс істейді. Бұл құрылыс саласындағы экологиялық үйлерге деген қызығушылықтың бар екенін көрсетеді. Жер біздің ортақ үйіміз. Оны қорғау барлығымыздың ортақ міндетіміз. Табиғатқа қамқорлық жасай отырып, экологиялық таза үйлердің құрылысын қолдайық. Бүгінгі шығарылым достар осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған ипотека академиясы. Баршаңызға сау болыңыздар.